Баршаңызға сәлем, құрметті тыңдарманым. Сіздерге кезекті ой саларлық әсерлі әңгіме ұсынғалы отырмын. Әңгімені бастамас бұрын арнама тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Көптен көп рахмет. Назира түнімен мазасызданып, дөңбекшіп жатты. Таңға жуық маужырап ұйқыға кеткенімен, көп ұзамай белінен қапсыра қысқан шаншуда ауырсынып ұйқысы қашты. Басын көтеріп тұруға ыңғайланғанмен, іші түйіліп бүріп барады. Күндіз көрші апайдың «Қарағым, бүгін ертеңнен қалмайсың-ау, Алла 10 толғағын бергей» деген сөзін есіне алды. Жүрегі аузына тығылып, тұла бойын үрей биледі. Сағатқа қарап еді, сағат тілі 6-ны көрсетіп тұрды. Бірақ әлі даланы қараңғылық басып тұр еді. Ептеп тұрып, беті қолын жуып, ваннадан шыға берісте тағы толғақ қысты. Жан дәрмен диванға әрең жетті. Күйеуінің жұмыстан келуіне әлі 2 сағат бар. Перзентханаға апаратын киім-кешектері, керекті заттары түгел сөмкеде салулы алдын ала дайындап қойған еді. Біраздан соң толғақ бәсеңдеп, Назира терең тыныс алды. Жасы 30-дан асқанда алғашқы рет басынан кешіріп отырған бұл жағдайға күтпеген жерден әбіржіп қалды. Көршінің үйінің жарығы жағылғанда ғана біреуді көмекке шақырудың керек екендігі есіне түсті. Жасы 60-ты алқымдаған Ұлжан апай өте балажан адам. Назира көрші апасының оянғанына қуанып кетті. Телефонды қолына алып, соғуға жүрексініп біраз отырды. Сөйтіп отырғанда толғақ қайта бастады. Бұл жолы тұла бойын тер жауып, жаны қысылды. Телефонды қолына алып, Ұлжан көршісін шақырды. Бір кезде дабырлай сөйлеген Ұлжан апай: «Бәсе, кеше түріңді ұнатпап едім, Алла сездірген екен ғой», деп қасына келіп маңдайынан сүйіп арқасынан құшақтады. Бір сәт көңіліне медеу болып, бойы жеңілдегендей сезінген Назира Ұлжан апайдың иығына басын сүйеп, қырындай жантайды. Осылайша бірнеше рет белгілі уақытта қайталанған толғақ жиілей бастады. Ұлжан апай көпті көрген сұңғыл адам ғой. Аллаға сыйынып, ата-бабаның жолына шырағын түтетіп, жолға дайындай бастады. Телефонды қолына алып, бісміллә деп, жедел жәрдемге қоңырау шалды. Жарты сағат дегенде орталықтан жедел жәрдемде жетті. Қолындағы қобдишасын әрең көтерген фельдшер қыз жанына келіп, қан қысымын өлшеп, қағаз толтырғанша Назираның берекесі кетті. Тұла бойынан әл кетіп, аяғына әзер тұрды. Бұл кезде Ұлжан апай да үйіне жүгіріп барып киініп келді. Назираның сөмкесін алып, қолтығынан сүйемелдеп, машинаға қарай жүрді. Фельдшер қыз Назираның екінші қолтығынан сүйеуге әлі келмей мықшандап жатқанын көрген жүргізуші келіп Назираға есік ашып, машинаға отыруына көмектесті. Қара көлеңке сүйіліп, айнала бозарып көрінеді. Есіктерін сырттарынан қымтай жапқан жүргізуші машинаға от алдырды. Қабағы қату орта жастағы жүргізуші жігіт айналасына назар аудармастан жүйткіп келеді. Орындыққа жайласып отырған Назира кенет маңдайшадағы айнаға көзі түсіп кетті. О, тоба! Назираның жүрегі тоқтап қалғандай болды. Көздері бақырайған күйі сілейіп отыр. Өзін балаша көтеріп келіп, орнына жайғастырған жүргізуші өзінің 10 жыл бойы бір шаңырақтың астында бірігіп, түтін түтеткен қосағыр қамбар еді. 18 жасында қосылып, бірін-бірінсіз өмір сүре алмайтын жан жары. Қасындағы Ұлжан апайдың самбырлаған даусы да құлағына кірер емес. Екі құлағы шыңылдап, ештеңе естілмейді. Қолды-аяққа тұрғызбай шыдатпаған толғақта қайда кеткені белгісіз. Назира ештеңе сезетін емес. Екі көзін айнадағы қамбардан айыра алатын емес. Перзентханаға жеткенде Назира қол-аяғы жуыспай талықсып кетті. Ала кеуім уақытта толғақтан қалжыраған әйелдің жүзіне назар аудармаған жүргізуші Назираны қапсыра құшақтаған күйі көтеріп, зембілге салып, перзентхана есігіне кіргізіп көмектесті. Назира есін жиғанда босанатын креслода жатқан еді. Айналасын қоршаған ақ халатты жандардың арасынан қамбарды іздеді. Тұла бойын жарып-жарық дүниеге ұмтылған шақалақтың шығуына күш салған дәрігерлер де, әл дәрмені таусылып қан сорпаға түскен Назира да біраз қиналды. Біраздан соң жарық дүниеге келгенін паш еткендей іңгәлаған сәбидің даусы естілгенде ғана Назираның жаны жай тапқандай болды. Кеудесіне әкеліп салған шарана ештеңеден
хабары жоқ, қол-аяғы тырбандап жатыр. Сүп-сүйкімді күнәсіз періштеге қарап жатып, запырандай қыжылдаған өкініш пен тұла бойы тұңғышының қуанышы қат-қабат араласып, Назираның алқымына ащы өксік тығылды. Осы бір жапырақ болған нәрестенің болмағанынан, жастайынан сүйіп қосылған, бізді өлім айырмаса, ешкім айырмас деген қосағынан айырылғанына көндіге алмай, шерменде болып жүргенде аяқ астынан екінші рет тұрмыс құрды. Немере апасы бала үстінде қайтыс болып, жездесіне тұрмысқа шықты. 10 шақты жас үлкендігі бар. Бір тоға момын кісі Назира дегенде ішкен асын жерге қояды. Әйелінің босанатын күні жақындаған сайын байғұстың мазасы қашып жүрді. Мектеп қабырғасынан басталған балан махаббат оты маздай келе, екі жастың құшағы мәңгі жазылмастай болып үйлену тойлар өтті. Атасының асты үстіне түсіп бәйек болғанмен, жыл өткен соң-ақ үйде бір жас иістің болуын айтып қыңқылдай бергеніне алғашында онша мән бермегенмен, жыл өткен сайын түйткіп біліне берді. Жалғыздың соңына қара ермейтін болды ғой деген бір сөзінде ішкі ойын білдіріп те қалды. Айналасында кеше түскен келіндер де бала көтеріп, шаңырақтарын шаттыққа бөлеп жатқанда Назира көбіне қара басы солайып, үйден жалғыз кіріп шығып жүретін. Оңашада талай көз жасына ерік беріп, түнімен жастығын малмандай етіп шығатын күндер өтіп жатты. Қамбар көбіне іс сапарда жүреді. Шүйіркелесіп отыратын ене де жоқ. Ағайындардың да соңғы кезде Назираға деген көңілдері де бұрынғыдай жылы ұшырамайды. Ай өткен сайын өзіне сынай, мысқылдай қараған, абысын ажындардың көзқарастары мен сырттай күңкілдері қанша жанына батса да, жан жарынан бірде-бір оғаш қылық көрмеген соң, 11 жыл томаға тұйық күн кешті. Бір күні атасы: «Қарағым, ата-баба салтында бар нәрсе ғой. Қамбар атадан жалғыз екенін өзің білесің. Сені қимағанмен ұрпақ үшін біреуді алып берейік, не дейсің?» дегенде, ертелі-кеш осы сөз алдынан шыққанмен, сол сөзді атасы айтар деген үш ұйықтаса түсіне кірмеген еді. Осы оқиғадан соң Назираға келін болып, оң табалдырықтан аттаған ыстық ұясы салқындап сала берді. Жанын аяздай қарыған шаңырақта одан әрі қалуға шыдамы жетпеді. Ай жүріп, шаршап шалдығып келген күйеуін де қатыңғы қабақпен қарсы алып, бұрынғыдай жайраңдап отыратын келіншек өз-өзінен тырысып, пейіл бермей-ақ қойды. Арадағы махаббаттың маздаған алауы су тиген шаладай бықси келе, ақырында ажырасып тынған еді. Анасы әуелден денсаулығы әлсіз, дімкәс адам болатын. Қызының талай жыл отасқан күйеуімен жараспай жүргеніне іштей қиналумен жүретін. Бала асыра бала ғой дейін десе, күйеуі қалай көреді деп іштей құса болып жүргенде, қызы бір күні туған үйінің есігін қағып тұрды. Көп ұзамай қайнағасының қызы бала үстінде қайтыс болды. Назирамен бірге тұлымдары желбіреп қатар өскен қыздарының қайғысы жанына қатты батты. Шырылдаған бейкүнә сәбиді үкіметке тапсырмай бауырына басты. Туып өскен үйінде көзге шыққан сүйелдей қымсынған Назираға бұл бала көп жұбаныш болды. Байбол келіншегінің қазасына қабырғасы қайысып, іштей өртенгенмен тірі адам тіршілігін істеп, көзін ашпай жатып, шешесінен айырылған жетімегіне бұрылып, көңілін аулайтын. Баласы да бағуы келіскен соң, балпанақтай болып өсіп келеді. Назираны мамалап, көзіне таса қалмайды. Назира да ол дегенде жаны басқа өліп өшіп отыр. Мезгілімен тамағын беріп, бағып-қағып отырған балдызына ризалығын қалай айтарын білмей, оңаша қалғанда өз-өзінен күмілжіп қысылатын болды. Артық ауыз сөз жоқ. Аққұба, көздері жәудіреген Назираның кескін келбеті көз алдынан кетпейтін болды. Байболды әйтеуір бір беймәлім күш солай қарай тартатын да тұратын. Бұл жағдай жігіттің жағының да назарын аудармай қоймады. Келіндерінің жылын берген соң, жақын жуықтың батасын алып, шер көкірек жандарды қосқан еді. Әйел 40 шырақты деген үмітпен, Назира да қам көңіл азамат пен анасынан есін білмей айырылған сәбиді қимай, екінші рет тұрмысқа шықты. Кенет Назираның ойын баланың іңгәлаған даусы бөліп жіберді. Медбике келіп баланы алып кетті. Бауырында жып-жылы болып, балбыраған сәбиін алып кеткен соң, Назира өз-өзінен елегізгендей болды. Тағы Қамбарды есіне алды.
Екі иығына екі адам мінгендей сымбатты болатын. Кейде үйде ешкім жоқта Назираны көтеріп алып шыр айналдыратын әдеті бар еді. Ертеңгісін көтеріп перзентханаға алып келе жатқанда талай жыл бір төсекте басы қосылған күйеуінің өзіне таныс иісі Назираның жүрегін елжіреткендей болды. Енді осылардың бәрі Назираның көз алдында тізбектеле келіп, көзінен аққан ащы жас кеудесіне құйылды. Айналасында жүрген жап-жас медбике қыз жаутаңдап Назираға қарап қояды. «Апай, бір жеріңіз ауырып жатыр ма?» деп бірнеше рет сұрады. Назира қыстығып өзін-өзі тоқтата алмай ұзақ жылады. Тағдырдың тәлкегінен алыды. Жастайынан қосылған арыстай азаматының әжім басқан мұңлы жүзі есіне түскен сайын өзін тоқтата алар емес. Қамбар Назирамен ажырасқан соң ауылында өзінен бірер жас кіші қызбен қосылған еді. Бәрібір Алла бір перзентке зар қылды. 5-6 жыл өтсе де әлі балалы болмады. Бағана Назира айнадан қарағанда Қамбардың жүзі әжімденіп, едәуір кекселеніп қалғанын байқаған еді. Өзін босандырған дәрігер келіп, «Апай, бөпеңіздің бауы берік болсын. Ұзақ күткен ұлыңыз екен. Тіпті кім екенін де сұрамадыңыз ғой», деп құттықтап жатыр. Шынында ұзақ күткен қуаныш екені рас, дегенімен Назираның жүзінен ешқандай қуаныш сезілмейді. Жасаураған жанарының жұмбақ көзқарасынан ішкі жан дүниесінің сырын сездірмеген қалпы сұлқ жата берді. Бүгінгі әсерлі әңгімені соңына дейін тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Арнамызға тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.